Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен Мұрат Әбділда. Осыдан 1,5 ай бұрын артық сөйлеп қойып едім. Өкінішпен кешірім сұраймын. 5 миллион теңге Әуреленбей қойсын, шықпайды ол. Халыққа танымал болып кеткен тиктокер Мұрат Әбділда түрмеде екенін білесіздер. Осы жылдың мамыр айында сот әйгілі тиктокердің мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырмады. Қазіргі таңда ол Шымкент қаласының номері 31-ші түзету мекемесінде екен. Мұрат бауырымыздың 4 поощрениясы мен 1 грамотасы бар көрінеді. Бірақ соған қарамастан оған замена немесе мерзімнен бұрын шартты түрде босату берілмеген. Колония поселения деген түрмеге ауыстырылмаған. Жазасын ешкім жеңілдетіп жатқан жоқ. Алдын бұл шаруада миллион командасының жігіттері кіріскен сияқты. Олар көмектесіп адвокат жалдапты. Бірақ ешбір нәтиже болмағандықтан үміттерін үзген екен. Әуреленбей қойсын, шықпайды ол. Ешқандай әуреленбей қойсын. Өз уақытымен шығады. Жақында Әділетхан мен Жантөре деген заңгерлер өздерінің әлеуметтік желілеріне осы іс туралы жазба жариялады. Олар Мұратқа жаңадан көмектеспекші. Айтуларынша ешқандай ақша оларға керек емес. Жігіттердің сөзіне қарағанда Әбділданың ісінде адвокаттар жұмыс жасаған екен. Олар Мұраттың анасына хабарласып сөйлескен. Ол кісі алдын адвокаттарға 5 миллион теңге құртқанын айтыпты. 5 миллион теңге жұмсадыңыз ба адвокатқа? Жігіттер осы аптада Шымкент қаласына барып, Мұратпен сөйлесуді жоспарлап отыр. Олар одан доверенность алып, заменаға арыз беруді ойластыруда. Бірақ бәрібір шешуші сөз сотта болып отыр. Сот рұқсат берсе болады, бермесе болмайды. Бірақ сонда да жігіттер өз қалтасымен мерзімінен бұрын босату шараларын көтергісі келіп отыр. Бізге ондай басқа адвокаттар сияқты ақша ешнәрсе керек емес, біз просто өзіміз былай көмек көрсетіп, солай жасасақ дегенбіз біз. Еске салсақ, 2022 жылы Әбділда әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық немесе діни араздықты қоздырды деген айыппен 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл блогердің алғашқы сотталуы емес. Ол бұдан бұрын 2 рет сотталған. Атап айтқанда 2019 жылы Кентау қалалық соты 3 жыл 6 айға бостандығын шектесе, 2021 жылғы 30 шілдеден дәл осы сот үкімімен 4 жылға бостандығы шектелген. Сонымен бірге оны алкоголизммен мәжбүрлеп емдеуге жіберді. Мұрат темір тордың ар жағында отырып та бірнеше сұхбат берді. Айтуынша мекемеде ол мойымай, ән жазып шығармашылықпен айналысады. Әбділда бұдан былай балаға сөз айтпайтынын айтып, кінәсін мойындады.